Сәлем достар, бүгін сіздермен қамыры өте жұқа өзбек мантысын жасаймыз. Оған керекті заттар: картошка, пияз, қойдың майы, азырақ сиыр еті, жусай және бір тал сәбіз керек. Картошка, пияз, жусай етімізді бәрін түгел осылайынша турап аламыз. Етті қолдан тураймыз, осылайынша ұсақтап. Бәрін турап болғансын, қамырды өте жұқа еті жаюымыз керек. Фаршқа қара бұрыш, тұз, азырақ сұйық май қосамыз, өйткені фарш жұмсақ болу үшін. Қамырды осылайынша төрт бұрыштап кесіп алып, фаршымызды өте көп салмаймыз. Қамырдың бұл мантының сыры тек қана қамырда, оны өте жұқа етіп, үлбіретіп жаю керек. Мантыны осылайынша түйіп алған соң, оны 45 минутқа мантаваркаға пісіріп аламыз. Мантымыз пісіп жатқан кезде табаға бөлек майға томат, бұрыш, азырақ қант, тұз, су қосып, оларды араластырып қуырып аламыз. Дайын болған мантымызға табадағы томатты үстіне жағып шығамыз. Мантымыз өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Егер де видеомыз ұнаған болса, сіздерге лайк басып, комментарий жазып, подписация етуді ұмытпаңыздар.